Бірақ тілек айтамын, осы кісі миллионер болып кетсінші екен деп отырамын. Я Алла, жарымның назарында мені сұлу қыла көр, оның жүрегіне мені сүйікті ете көр. Мені оның жалғыз әйелі қыл, әрі маған сол кісіден салиқалы ұрпақ нәсіп еткейсің. Алла тағалам саған дұға етемін, сен де уәде еткеніңдей менің дұғама жауап бергейсің. Я Аллам, мені жарымның қос көздерінің нұры еткейсің. Я Алла, мені мен жарымның арасында тыныштық пен жайлық орнатқайсың. Біздің арамызды нығметіңмен жарастыра көр. Аллам, мені жарымның көздерінде кемел қуаныш ет, оны да менің көздерімнің қуанышы қыл. Бізге өмірімізге бір-бірімізбен қол ұстасқан күйде бақытты қыла көр. Я Аллам, мені жарыма мені көргісі келгендей ет, оны да маған солай еткейсің. Және бір-бірімізді сенің қалағаныңдай көруімізді нәсіп ет. Бізге өзіңнің разы болған, біздің қалауымыздай болған ізгі ұрпақ бере көр. Егер сіз үнемі қарызға кіре беретін болсаңыз, бір кредитті жабу үшін тағы да кредит алатын болсаңыз, ақшаға үнемі алдана беретін болсаңыз, ақша жинай алмасаңыз, немесе ақшаңыздың ешқандай берекесі болмаса, армандардың орындалу үшін тек қана ақша керек, бай болу үшін тағы да ақша керек, бизнес бастау үшін ақша керек деп ақшаны үнемі көп уайымдайтын болсаңыз, сізге ақша туралы ойды түбегейлі өзгерту керек. Егер қолыңыздан келмей жатса, бүгін кешке 21:00-де қазақтың мықты психолог